Атасы 10 жасар ұл баласымен далада келе жатып, баласынан сұрады. Анау өрмекшіні көремісің? Не істеп жүр? Көремін, өрмек тоқып жүр. Анау құмырсқаны көремісің? Көремін, аузында бір нанның ұсағы бар, жүгіріп кетіп барады. Жоғары қара, аспанда не көрінеді? Жоғарыда қарлығаш ұшып жүр, аузында кесе тістеген шөбі бар. Сонда атасы айтты: олай болса шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған әбірет. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алған соң өзіне азық етуге. Құмырсқа бала шағаларына тамақ аулап, бір нанның ұсағын тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығаш балапандарына ұя істеуге шөп жинап жүр. Жұмыссыз жүрген бір жан жоқ. Сен де Құдай тағала босқа жүруге жаратпаған, жұмыс істеуге әдеттену керек деді.